Бақытсыз Жамал. Роман. 1910 жыл. Қазақтан шыққан талапкер, бұл кітапты қарап көр. Таратуға халыққа оқып, боларсыздар себепкер. Мир Якуб төмендердің аласасы, сөзімнің бар ма жоқ па тамашасы, жылтырап тесік моншақ жерде қалмас, қазақша бір роман жаза салшы. 300-ге біздің қазақ бөлінеді, осылай шежіреден көрінеді. Саны көп, сапасы жоқ, хаммеден бос, ғылымға мойын сұнбай ерінеді. Шет шығып сахарадан баспас қадам, болады бүйтіп жүріп қашан адам. Бейхабар ғаламдағы хикматтан, тұтқындай қапастағы күні қараң. Болмайды кемшіліксіз ешбір халық, бәрінен кейін қалған қазақ анық. Басқа жұрт біз секілді жалқау емес, ғылыммен қараңғыны етер жарық. Шығып жүр әр халықтың талаптысы, болмай ма талаптанған әләк кісі. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар, келмейді мінін айтсаң жаратқысы. Кеудесін мырза десең көтереді, бардаяқ құрт ауру жөтеледі. Шегінер халық пайдасы деген іске, деп айтшы осы сөзді бекер еді. Оқуға емес жұрттың бәрі құмар, оқығаны романды неде бұғар. Демеймін жалпақ жұрттың бәрі кешше, мағынасын түсінетін барда шығар. Сонда да жұрттың бәрі біле бермес, сөз болар жақсы жаман бәрі кеңес. Мақсаты романның халық түзетпек, жазылған еріккеннен ертек емес. Жамалдың жайын жаздық бұл кітапта, бақытсыз бір қыз екен осы шақта. Біреуге хас нәрсе емес һәм болған іс, жайылған бұл бір ғұрып әр қазақта. Айырсын оқушылар мағынасын, жай ғана хикая деп қарамасын. Көрген кім шариғаттан деген сөзді, қор етіп әйел халқын аямасын. Сатады қызды қазақ мал орнына, алмайды халал жұпты жар орнына. Әйелді хайуанға қисап етіп, тұтады өзін ерлер қан орнына. Байқашы өзің ат жөт беріп, бақытсыз Жамал қызды оқып көріп, қазақтың әр жерінде бар емес пе, қисаплап уақиғаны көрсең теріп. Бұл сөзді оқып көрер қолын алған, иншалла хақиқат дүр емес жалған. Тиылып мыңнан бірі қиянаттан, көрсекен ғайыбләрін әр кім қылған. Қазақша роман жоқ басылған көп, бұл күнде халық ішінде шашылған көп. Қадари хал білгенімше мен де жаздым, тілеймін болса екен деп асырған көп. Өткен қыс шаруаға жеңіл болғандықтан, мал күйлі бие ішті болып, Көктал қыстаған Құрман деген атаның ауылы жылдағыдан жайлауға ерте шығып еді. Екі ауылнай елдің жайлауы Саумал көлге жағалай ауылдар қонып, былтырғы жұрттарына үй тігіп, көп ұзамай бие де байлады. Қыстай бір-біріне араласпаған ағайындар сағынысып, қашаннан астас, тойлас болған ғадеттерінше, бір ауылды бір ауыл ерулікке шақыра бастады. Бозбалалар аралап қымыз ішеміз деген болып, тәуір киімдерін киіп, жақсы аттарын мініп, қызды ауылды қырындап жүрулері көрініп, балалар да асау тайларын үйретпекте еді. Бір күні түс кезінде көлдің жел жағынан шаңдатып шауып келе жатқан бір орыс, бір қазақ көрінді. Балалар қашып үйге тығылып, үлкендер бұл екеуі қайда тоқтар екен деп тұрғанда, барды да Бекжан деген ауылнайдың үйіне түсті. Жарты сағат болмай-ақ, сол жайлаудағы елге ертең осы жерге крестьянский начальник келеді деген мағлұм болды. Әлгі екеуі бірі стражник, бірі поштабай екен. Төренің алдынан үй тіктіріп, лау байлатып, қой сойдыруға шыққан.
Ол күні ауылнай выборнойлар ұйықтамастан қызметінде болып, таңертең ауылдан оқшауырақ жерге тігіліп қалған бір ақ үй, бір қоңыр үй көрінді. Сәске кезінде қоңыраулатып пәуескемен төреде көрінді. Алды артынан етектерді алиып, жалпылдап шапқан қазақтармен даярлаған үйге келіп тоқтағанда, мойындарына шынжырлы ызынак таққан ауылнай билер неше мәрте шұлғып қошаметпен тақсыр-тақсырлап үйге кіргізді. Сол арада жұмысы бар, жоқ болса да, тамашаға 100-дей кісі жиналып қалған еді. Халықтың қазіргі әңгімесі: начальник не жұмыспен келді екен? Бәлки биылғы сатып алдының арызы шығып қалған болар ма десті. Бағзылары: жоқ, оның үшін неге келсін? Мәмбеттің болыстығын өзіне әперуге келген шығар деп, әр қайсы өз ойындағысын айтып, даланы бастарына көтеріп, гүрілдесіп отырғанда, маңдайынан тер шығып, бөркін қолына ұстап үйден Бекжан шықты. Жұрт бұған қарап: қалай ауылнай? Төре қызметке разы ма? Не жұмыспен келген екен деп сұраған соң ауылнай айтты: әлхамдулилла, өзімді бек мақтап, қолымнан қайта-қайта іспәсібә деп ұстады. Шыққан жұмысы бұл жерде емес, Қарасу станциясындағы Хахол қаласына барады екен. Мұнда қонақ болып тынығып кешке жөнеледі. Өзі бек рақымды кісі көрінеді. Шаруа қалай? Ел арасы тыныш па деп әммәсін сұрады. Анау күнгі Көтібайдың мені боқтағанын айтқаным жоқ. Оны айтқанда бәлеме болатын еді, не қылайын? Қасеннің көңіліне қарадым. Және де төренің бір жат хабары сол: қазақтан солдат алынбайды, бірақ мұжықтар секілді қала болам десең, 15 десятина жер беріледі деді. Егін салыңдар, школ ашыңдар, ұлықтарыңды сыйлап, бұйрықтарын орнына келтіріңдер деп насихат айтты. Бекжан начальниктен тағы естіген сөйлей бастағанда, әлгі топтанып отырған халыққа бір жігіт шауып келіп: сүйінші, сәрсеке, Шолпан жеңге аман есен босанып, тақия тігіп беретін тапты деді. Сол уақытта жастар сәрсеке деп, үлкендер: Сәрсенбай, қуаныш қайырлы болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін, әйел бала демеңіз десті. Сәрсенбай: жоқ, олай демеңіздер, мен қайбір ұл қыз таңдайын деп жүрген кісі деп, орнынан тұрып, атына мініп үйіне қайтты. Оқушылар, хикаямыздағы оқиғалар жоғарыда айтылмыш Сәрсенбайдың үй ішіндегі кісілерден басталғаны себепті анық аңлатпақ үшін Сәрсенбайдың кім екендігін һәм қандай кісі екендігін жазам. Сәрсенбай ешбір ғылым оқымаған, момын, мал баққан кісі еді. Атасынан артық дәулет қалмаса да, берірек келген соң малы да жақсы болып, жылқысы да 100-ден асып, 200-300 деп қой да бітіп, қатардағы малды үйінің біріне қосылып еді. Бірақ мал жағынан көңілі қош болса да, Сәрсенбайдың жамағаты Қалампыр ғұмырында бала көтермей, бұл екеуі балаға мұқтаж еді. Сәрсенбай бағзы уақытта өзі де һәм жан ашитын жақындарының сөзімен де бала үшін бір тоқал алуды ойласа да, Қалампырдан асалмай әне міне деп жүруші еді. Бір күні мәжілісте отырған уақытта бір құрдасының қымыз ішіп қызып отырып, әзілмен болса да, шынымен болса да сөз арасында: әй, құлбас! Қанша малды айдап жүріп, дұрыстап зекет бермейсің, қажыға бармайсың, кім үшін жинап жүрсің? Ақырында Қалампырдан қорқып, тоқалды ала алмадың деген сөзін естіп, ол күні үйіне бек мұңайып келіп, қатынымен сөйлеспестен жатып қалып еді. Ертеңіне ауылындағы бір-екі ағайындарын шақырып алып: міне, мен сіздерді шақырғаным, үмітсіз шайтан деген, мал бітпес жігіт болмас құрарына қара, ұл таппас қатын болмас тұрарына қара деп, бұл уақытқа шейін сабыр етіп едім. Енді мен болсам 40-тың екеуіне келдім. Қалампыр да биыл 33-те. Қатыным, пайғамбардың сүннәті ғой, сенде рұқсат бер. Ағайыным, сіздерде осы жұмысты қолға алыңдар. Міне біраз қанағат бар ғой, мен енді бел байладым деп, ақырғы сөзін мағлұм етті.
Қалампыр қанша ұнатпаған болса да, бұл сапарда Сәрсенбай да һәм басқалар да бір ауызды болып, сол жердақ уағда қылғанын көріп, іші суып енді сөйлегенмен қолдан еш нәрсе келмесін біліп, не қылсаң да ықтияр. Әуелінде менде тоқал алма деген жерім жоқ. Маған несін айтасыңдар? деп түсі бұзылып үйден шығып кетті. Мұнан кейін көп уақыт өткізбей, Сәрсенбай бір қыз айттырды. Өздеріне 40 шақырым жердегі Сайболат деген елде Жарас деген молланың бір ұл, бір қызы бар екен. Молла опат болған соң, қатынын бір жақын кедей әмеңгер алып, әлгі екі жетім бала соның қолына шыққан еді. Сәрсенбайдың айттырғаны осы молланың қызы Шолпан еді. Шолпанның жасы 14-ке жетіп тұрған соң, Сәрсенбай малын түгел беріп, келер жылында алып та қойды. Марқұм Жарас молла тірі уақытында Шолпанды өзі оқытып, Құраннан екі шығып, азырақ қатты танып қалған еді. Қалампыр әр уақыт Шолпанды күндестікпен, сөзімен де, қолымен де ренжітіп жүрді. Шолпан 17 жасқа келгенде, манағы Сәрсенбайдан топ ішінде сүйінші сұраған қыз бала тауып, Сәрсенбай 45-ке келгенде ғұмырында көрген баласы осы еді. Сәрсенбай зор қуанышта болып, шілдеханаға қанша қыз боз бала жиып, ойын ойнап, қыз бала демей, көл басын шақырып той қылып, баланың есімін Жамал қойып еді. Жамал, сағынып көрген баланың алды болған соң, ата-анасы қолдан келгенше әлпештеп өсіріп, жасы 9-ға жетті. Жамалды еркек балаша киіндіріп жүрген соң, білмеген кісі қыз деп ойламаушы еді. Қыз деп айтқан адамдарға ашуланып та қалған күндері болды. Бір күні Сәрсенбайдың үйіне ескі жолмен оқыған, дүниеде білмеген нәрселерім жоқ деп дұға қылушы бір шаланадан молда келіп қонды. Молда тысқа шықпақшы болғанда Сәрсенбай: «Жамалжан тұр, молланың кебісін сал, құман алып шық» деп жұмсағаннан кейін, молда тыстан келіп отырып: «Бай, осы сіздің мырзаңыздың есімі қалай? Қыздың атын қойғансыз ба?» деді. Жамалды ер бала деп отыр екен. Сәрсенбай азырақ тоқтап тұрды да күлімсіреп: «Тақсыр, мұның мәнісі бар. Біз бастан кем кісі, айымыз да күнімізде осы Жамал болған соң, өзімізді өзіміз алдап жүрміз» деді. Молда бұл сөзге түсініп, біраз ойланып отырды да: «Сәрсеке, көңілге солай екені дұрыста ғой, ләкинде шариғатта балаға тұлым қою дұрыс емес. Және де бай қызы 9 жаста балиқ болады. Соның үшін намаз үйретіп, оқытып, шашын да қойыңыз. Сіздің мұныңыз Алла тағаланың бұйрығына көнбеген секілді болады. Олай болғанда зор күнә табасыз. Бірақ оқығанда хат жазып кетерліктей де оқытпаңыз. Құсуса жәдит молдалардан оқытпаңыз. Не үшін десеңіз, олар әуелі дін иман білгізіп намаз оқытпай, иман шарт, бәдуәм, әптиек, әйжіктерді былай қойып, орыстарша «ә, б, т» деп, орыстың ісін қуаттап балаңды бұзат» деді. Сәрсенбай өзі надан, молданың өкшесі қисық деген кісіде күнәлі болады деп жүрген кісілердің бірі болғандықтан, тек молда есімін көтерген кісі болып, біліп білмей айтса да, мынау шариғат деген сөзге көз жұмып нанушы еді. Сол себепті Алла тағаланың әмірі ғой, бұл молланың шариғаты да дұрыс екен деп, Жамалды қызша киіндіріп, шашын жіберіп, оқытуға да разы болды. Анасы өзі азырақ та болса оқып, ғылым қадірін білген соң, бұл сөзге қарсы тұрмады. Сәрсенбайдың үлкен қатыны Жамалды жан тәнімен жақсы көргенсіп, тоқалдан туған қызды іші жек көріп тұрса да: «Ойбай молдеке, о не дегеніңіз? Жамал қарағым тым болмаса 15-ке келсін, сонда шаш қоярмыз» деп өршелеген болды. Мұнан кейін кешікпей қызша киіндіріп, шашын өсіріп, бұрынғыдай ер бала деп көңілдерін жұбатқанды қойды. Манағы молданың насихаты есінде жүріп, бір күні Сәрсенбай қатындарымен ақылдасты. Ахметжанның молдасынан оқытуға 2 шақырым жерге Жамал барып келіп жүр алмайды. Онан да бір жастау молда жалдап алсақ қайтеді.
Жамалдың себебімен ауылдың балалары да оқыр, өзіміз малдың зекетін берерміз, ақысын ауылмен бірге көрерміз деді. Бұған қатындар да һәм солай деп айтқан соң, ауылы да разы болды. Бір-екі айдан соң жазғытұрым уақыт еді. Бір күні ауылға бір шәкірт келіпті, молдалыққа тұрады екен дегенді естіп, Сәрсенбай соған сөйлесуге келді. Уфа медреселерінің бірінен оқыған шәкірт екен. Қазақ ішінде қамаз ішіп, көзге тақсилге қаражат жинап алу үшін мұғалімдікке шыққан Ғазиз есімді ноғай жігіт. Жасы 22-лерде, ашық пікірлі, ұсыл тағылымымен жақсы ғана хабар бар еді. 2 жылдай қазақ ішіне шығып қазақтың сырын білгендіктен, және де Сәрсенбайдың пікірін аңғарып сөйлескен уақытында өзін шіп-шикі ескі жолмен оқыған хадими етіп көрсетті. Себебі ол, аз уақытта мен бұларды түзей алмаспын. Онан да бұларға хилаф келмей, өйтіп-бүйтіп қаражат жинап алайын деп ойлады. Сәрсенбай шәкіртке айтты: өзіміз бір ауылда 7-8 үйіміз, 5 айға 25 сом ақша береміз. Сөзді ашып айтқан жақсы. Мен өз басым, малымның кірін беремін, басқалар өз біледі. Ал кемпір-мемпір құлап қалса, өз талайынан деп күлді. Сол үйде осы ауылдың өз молдасы да отыр еді. Соған қалжыңдап, анау жерде отырған бір жігіт сөйледі: біздің Хасен молдадай қанды қақпан болса, бұл молдада теріс болмас. Біздің молда Торқа бәйбіше мен Жаппардың баласы өлгеннен бері дәндеп, күнде бір келе жатқан кісі болса, намазға шақыра жүрме деп қарап тұратын болды деп, үйде отырғандарды ду күлдірді. Біраз сөйлескеннен кейін Сәрсенбай шәкіртпен келісіп, үйіне алып қайтты. Уәделері бойынша мұғалім həмән Сәрсенбайдың үйінде тұратын болып, Сәрсенбаймен бірге еріп келіп, бір үлкен боз үйге кірді. Сол минуттақ ауылдың адамдары жиналып, Қалампыр бәйбіше сабадан қымыз құя бастап, Сәрсенбай да Жамалға: тұр қарағым, молдекеңе мал әкел деп әмір етті. Жамал атасына бір қарап тысқа шығып еді, соңынан кешікпей Сәрсенбай да шығып, Жамалға ақырын сыбырлап айтты: анау күнгі жамбасы құрттап жүрген көк қозын әкел. Үйге кіргізерде кескегін алып таста, ұқтың ба деді. Жамал да: ұқтым деп жүгіріп кетіп, жарты сағат болмай айтылмыш қозы бата қылынып сойылды. Жиылып отырған кісілер мұғаліммен кеңесе бастап, үйдің жабығынан қыз қатындар сығаласып тұреді. Бір қатын: өзі қалай, орыс секілді ғой деп, екінші қатын: осы ноғайлардың шүлдірлеген тілі құрсын-ай деп, үшіншілері бір бой жеткен қызға қарап: ұрғашыға сүйкімді жігіт екен деп қалжыңдасып тұрды. Үйдегілерді уақытты бос өткізбей, алды 5 аяқ, арты 2 аяқ қымыз ішіп: молда, қайда оқыдың? Дәрісің не? Қай қаланыкісің? Затыңыз ноғай ма, башқұрт па? Неше жасқа келдің? Атаң бар ма? Бұрын қазақ ішіне шығып бедіңіз, жамағат бар ма деп, үсті-үстіне керекті-керексіз сөздерді сұрап, мұғалімнің басын қатыра бастады. Әл қасыл осы секілді мәжіліспен отырып, сойылған малдың етін жеп, халық тарады. Екінші күні мұғалімге бір қос тігіп беріп, 10 шақты шәкірт жиналып оқу басталды. Бұл шәкірттердің бір-екеуі болмаса, басқалары бұрын ешбір харіп оқымаған еді. Мұғалім қанша ұсыл жадид тәртібіне оқытпақшы болып ойласа да, бала иелері: молда, балаларға иман, намаз үйрет. Бұрынғы молдалардың оқытқан кітабын оқыт. Біздің балаларға сол жетеді, басқалардың керегі жоқ деген соң, лажсыз олардың тілегін оқытты. Бұрынғы оқымаған балалардың ішінде ең зейіндісі Жамал болып шықты. Жамал осы майда 9 толып, 10-ға қарап еді. Бір ай өткеннен кейін мұғалім Жамалдың зейініне қызығып Шолпанға айтты: Жамалды ұсыл жадидке оқыта бастасам, аз уақытта хат жазып кетер еді. Бірақ бай ұнатпайды ғой деп. Шолпан тұрып: молдеке, біздің отағасының сөзін не қыласыз? Ақырын, оңашада, жасырып хат жаздырып үйрете беріңіз деді. Мұғалім бұл жауапқа бек қуанып, сол күннен бұлай шәкірттер тарап кеткен соң, Жамалға күнде 1-2 сағат хат жаздырып үйрететін болды. 3 жарым айда Жамал мұғалімнің ыждағаты,
өзінің өткір зейіні саясында хат танып, жазарлықтай болды. Мұғалім әпенді сол жолмен 5 ай оқытқанда, Жамал бек айбат болып, түрлі кітаптарды оқитығын болып қалған еді. Сентябрьдің ақырында мұғалім Уфаға қайтып, Жамал да оқуын тоқтатты. Мұғалім Сәрсенбайдың үйінде тұрған уақытта, Шолпан бір ұл перзент тауып, сол себепті аяғы құтты болды деп мұғалімді Сәрсенбай жақсы қаражатпен қайтарды. Сәрсенбай жаңа туған баласының есімін осы молдадай жігіт болып, өзі де молда болсын деп Ғазиз қойды. Мұғалім қайтып кеткен соң, Сәрсенбай енді бір молда ұстаймын деп, ертең бүгінмен жүргенде қыста болып қалып, және де әркімнің енді жарар, Жамалды оқытпай-ақ қой. 12 пәнді түгел білсе де, әйел бала дәріс айтып елге бас болмас деген сөзіне Сәрсенбай айналып, тіпті молда да ұстамай қойды. Ауылындағы басқалары әр қайсысының дәулеті шағын болғандықтан шамасы келмейтін болды. Жамалдың ғұмырындағы оқуы осы 5 айлық қана болып, хат жазарлықтан әрі аспай тоқтады. Мұғалім кеткеннен кейін Жамал хан мен қиса оқитын болып, атасы да тыңдаудан жалықпаушы еді. Үйге бір қонақ келіп қонса да, Жамалжан, қонағыңа қызмет ет, қиса оқы, салың қайда, қыз жібегің қайда деп куә болып отырушы еді. Жамал да ерінбей қиссаларды басынан аяғына шейін оқып тастаушы еді. Жамалдың оқымаған қазақ қиссасы бек аз еді. Ел аралаған мелісші, саудагерден нендей жаңа қисса болса да, атасы оған шығынсынбай алып беруші еді. Жамалдың бір кішкене сандығын ашып қараған кісі, сал, қыз жібек, зарқұм, қисса уақиға көр бала, Біржан сал мен Сарағыздың айтысқаны, Ноғай мен Қазақтың айтысқаны, Ақсұлу, Айман Шолпан, Боз жігіт, Шәкір Шәкірат, Ағмолда Нұржан Әбубәкір молданың өлеңдері, һәм басқа сол секілді кітаптарды көрер еді. Хатта Жамал сол қисалардың бағзы бір өлеңдерін жатқада біліп, бір ойынға бара қалса, Жамал, өлең айтшы, дегенде тартынбай айтып салушы еді. Осындай қисаларды оқумен һәм ел ішіндегі айтып жүрген қыз боз баланың өлеңдерін жазып алумен, молдадан оқып жүрмесе де, жазуын күннен күнге дұрыстап бара жатты. Жамалдың осындай зеректігі ауызға ілініп, 10 жасына жеткен уақытында әркімдер Сәрсенбай үйінде бір жақсы бала бар деп айттыруға қызыға бастап, және де Жамалдың анасы ақылды көркем қатын болғанға, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген мақалды да еске тұтып сөйлеуші еді. Бір күні бие ағытар уақытта ауылдың сыртындағы бір төбешікте құпия сөйлесіп 3 кісі отыр еді. Оның бірі Мағлұм Сәрсенбай, екеуі сол елдегі атқа мініп жүрген, ел арасы тыныш болғанмен даулы, сөзді болғанын артық көретін пысықшалау адамдар еді. Әлгі екеуі Сәрсенбайға қарап, Сәрсеке, бұл заманның өзі қорыққанды сыйлайтұғын заман болды. Азырақ дәреже біткен кісі бай қара кісіні кісілікке алудан кетіп барады. Сол себепті біздің сізге айтқалы келген сөзіміз, Алла тағала сізге біреуден артық, біреуден кем дәулет беріп, екінші мынау бір жаман немеңіз бар, бұл заман екі айналып келмес. Бір күндерде малың шағым болып, басқа да зар болдыңыз, қу бас деген сөзді естіген күніңіз болды. Енді тәуекелді батыңызды бір шығарып қалсаңыз қайтер екен? Міне сайлауға да 3 ай қалды. Көп болса 300 теңге шығар. Сіз мақұл көрсеңіз, біз өзімізге қараған құрман болып, билікке сайлағымыз келеді. Халық сөзді бір сапарға қалай тастап кете қояр екен деп ойлаймыз. Өзіміздің нұрпейіспей ризалығын берсе, жолын алар, болмаса тәуекел деп шарға түсерміз деп, неше түрлі тәтті сөздермен құбылтып, Сәрсенбайды азғыра бастады. Сәрсенбай қанша момын адам болса да, сөзге бұрылмайтын пенде бола ма? Дәулетке қызығып біраздан соң, өздерің біліңдер деп жауап қайтарды. Бұл мәжілістер бір мәрте болмай, бірнеше күндер ақылға салынып, ақырында Сәрсенбай билікке таласпақшы болды. Сайлау жетті. Сәрсенбай әр күнге жомарттанып, ат майын бере бастап, сойысы да артылды. Сап ақшадан 400 теңге жұмсалып,
Шарға түскен уақытта Нұрпейіске 19 шар, Сәрсенбайға 14 шар шығып, біздің жаңа талап босқа қалды. Бұл істің бұлайша сағаты болмауы да, сол елде жұртқа қадірлі және болыспен құда Байжан деген кісі еді. Шарсалардың алдында Байжан выборнойларға: «Сіздер шарларыңды Нұрпейіске салыңдар. Жаңа байыған бір құрманның болғанынан алашқа сөйлескенде намыс жібермейтін, елдің белін сындырмайтын Нұрпейіс артық емес пе» деп айтып отырғанын сол сағатында Сәрсенбайға біреу келіп жеткізіп еді. Сәрсенбай салы суға кеткен кісідей болып үйіне қайтты. Көп расход шықты. Ол жеп жайына, қыз жеп байына кетті. Қасындағы әуелгі тыныш жатқан Сәрсенбайды билікке таласуға қыздырған достары: «Қап бәлем, келер сайлау болсын» деп қайрат берген болды. Осылайша сайлау тарқап 5-6 айда өтті. Бағзы уақыттарда сайлау еске түсіп, шығындарын һәм намысын ойлағанда, Сәрсенбай іші күйіп, «Хәтті енді сондағыдан екесе шығындалсам да, дегеніме бір жетсем, арманым қалмас еді» деген секілді пікірге де келіп қоюшы еді. Жоғарыда айтып өткен Байжанның 17 жастарға келген Жұман дейтін бір таз һәм ақылсыз баласы бар еді. Сол елде 2-3 Жұман есімді жігіттер болғанға, бірін Сары Жұман, бірін Тапал Жұман, ал Байжанның баласын Таз Жұман деуші еді. Ата даңқымен қыз өтеді, мата даңқымен бөз өтеді деп, Байжан өзі тәуір болған соң қол жетіп тұрған заманда бір Байжерден Жұманға жақсы қыз айттыруға ойы бар еді. Бір күндерде Байжан мәжіліс арасында: «Жұманға құда болатын лайықты жер білгендерің бар ма?» деп сұрап отырғанда, біреу тұрып: «Биылғы Нұрпейіспен билікке таласатын Сәрсенбайдың бір жақсы баласы бар. Шешесі тәуір кісі. Жарас молданың қызы, өзі оқыған бала. Қазірде 10-11-ге келсе керек» деді. Олай болса бұл бір ескеретін жер екен деп, Байжан ішінен ойлап қойды. Көп ұзамай Байжан Сәрсенбайға құдай қосса құда болайық деп бір кісі жіберді. Бұл хабарды естігеннен соң Сәрсенбай үй ішіне ақылдасып көріп еді. Үлкен қатыны ұнатып, Жамалдың анасы Шолпан ұнатпады. Сөйтсе де өткен сайлаудағы Байжанның Нұрпейіске болысып, өзін құртастағанын ойлап, Сәрсенбай құдалық себебімен келесі сайлауда би болмаспын бекен деген ойға кіріп, өзін билікке таластырған достарына ақылдасты. Бұлар естіген жерден: «Құдай берді. Әйді, қайырлы болсын, құда болыңыз. Қызды қырғызға да береді. Байжанның баласын жұрт пәлен түген десе де, асылдың тұқымы ғой. Әлақ өскен соң түзеліп кетеді» деп, өзі босап тұрған Сәрсенбайды құда қылуға айналдырды. Жалғыз-ақ Шолпан неше күндей көнбеді. «Жамалды өзінің теңіне береміз. Байжанның баласы жаман дейді. Атасының байлығы не керек?» десе де Сәрсенбайдың құлағына кірмеген соң: «Екі дүниеде Жамалдың обалы саған болсын. Би болмақ тұрсын, патша болатын болсаң да, Жамалды неғып сондай жаманға қиып бермекші боласың?» деп көзінен жас төгіп үйден шығып кетті. «Ой, ұрғашының шашы ұзын, ақылы қысқа» деген осы деп, Сәрсенбай басқа сөз айтпай, ішінен мыңғылдап отырып қалды. Сәрсенбай бұрын Жамалды жақсы көріп, өзінің теңіне беремін деп жүруінде ешқандай шүбә жоқ еді. Бұл сапарда сайлаудағы шыққан шығын, кеткен намыс, һәм ілгердегі үміт һәммәсі қосылып, оның үстіне көлденең кісілердің сөзде қамшы болып, не қылса да Байжанмен құда боламын деп жауап қайтарды. Бір айдан соң батасы 47-нің малы 200 теңге ақшаға келісіп, Байжан келіп құда түсті. Сүйіп болған құдасын Сәрсенбай киікке разы қылып қайтарды. Құда болғаннан кейін белгісіз біраз заман өтіп, Жамал 15 жасқа келді. Сұлулық, ақыл, салтанат, үшеуі бір-біріне муафиқ келіп, Жамал сол елдің қызының алды болды. Бұл айтылмыш артықшылығының үстіне Жамал сөзге бекұста болып, өз ойынан шығарып өлең де жазатын болды. Олай-бұлай қалжыңмен сөйлескен бозбаланы сөйлетпейтін еді. Ел ішінде тілді бозбалалардың көзі түсе бастап, шет елдерге де Сәрсенбайда бек көрген бір ақын қыз бар деген лақап жайыла бастады.
Осы елде бір қыз ұзатқан той болып, кешке ойынға жұрт жиналып еді. 5-6 талапты бозбалаларда жиналып, осы Жамал жаста болса өлеңге де қара сөзге де бек пәле болып барады. Бүгін кешке бір өзіне өлең айтырып, бетін қайтаралық деп, әммәсі ақылдасып, 3 ауыз өлең шығарып, өздерінің арасында бір пысықтау жігітке Жамалдың қасында отырып айтуға тапсырды. Бұлар Жамалдың күйеуінің жамандығын бетіне баспақ болып, өлеңдерінде сол мағынада шығарған еді. Түн болып ойын басталып, манағы жігіт әуелгі планы бойынша өлеңін әбден жаттап алып, Жамалдың қасында отырды. Бір мезгілде бұл жігітке де өлең айт деп реті келгенде, баяғы 3 ауыз өлеңді Жамалға қарап, домбырамен әнге салып қоя берді. Домбыра қолым ұстап бастым перне, нұр жауар деген сөз бар талаптерге, жасымнан бай баласы бұлғақтаған, жаман қыз олай-пұлай маған тең бе? Білгенге ишара сөз жетер деген, білмеске сөзі қор боп кетер деген, есекке арғымақты қосақтасаң, өтпейме ғұмыр зайғы бекер деген. Алыстан аттерлетіп келдім тойға, жақсымен сұхбаттаспақ болып ойда, қу өлген қырам бүркіт біз боламыз, теңгеріп жүрме құрбым, тұрым тайға. Жамал бұл өлеңнің мазмұнына түсініп, және де өзіне бұл жігіттің ойынан өлең айтарлық өнері жоғы мағлұм болған соң, әуелі бір ауыз өлең айтайын, сонда не дер екен деп айтқаны. Сөзіңіз бек мүлайым, ақын аға. Өнерге жас күніңнен жақын аға. Беруге қалай жауап білмей тұрмын. Түсіндір сөзіңіздің затын аға. Бұл тойда отырғандар енді Жамалдың мына сөзіне жігітіне айтар екен деп тегіс тыңдап отырып, кәне сөйле мырза деген әр жерден дауыс шыға бастады. Әлгі жігіт өзінің бар жатқа үйренген 3 ауыз өлеңін бітіріп алып, Жамалдың мына сөзіне муафиқ жауап қайтара алмай, ұялғаннан қызарып, манағы өлең үйреткен жігіттерге жалтақ-жалтақ қарай берді. Сол уақытта Жамал көкірегін кернеп, мына өлеңді айтты. Ағадан сөз қайтпат қарындасқа, жігіттен сіздей жауап табылмас па? Бітсе егер өлең шіркін бойға қайнап, жауапқа сіздей ғазиз тартылмас та. Болған соң үйретінді бір-ек ауыз, айтуға сізге қатай ұнамас та. Есекпен арғымақты мысал қылып, әпендім, білгеніңді бетке баспа. Пендесі хақ жаратқан емес бірдей, хан, қара, би, төре мен кәрі жаста. Намысы бөріктінің бір деген бар, білсеңіз, сізге ұят бұл рас па? Замандас, жақсы сөзді табип деген, құрбыға бір себеппен бітсе хаста, бір сырлы 8 қырлы көрінесіз, тағы да білетініңді айтып таста. Әр жерде құрбы ішінде Жамалдың осындай шешендігі көріне бастап жүргені секілді, бұл сапарды да халық Жамалды мадақтап, екінші сара мұнан шықты, енді мұныманда айтысарлық бір жан қайдан шығар екен деп тарасты. Жамал кәмелетке жеткен соң, күйеуінің нашар екенін біліп, көңіліне күннен күнге уайым, қайғы түсе бастады. Жамалдың бұл қасіреттерін көбейтуге себеп болған Жұманның жамандығынан құрбы арасында күлкі болған істер еді. Мысалы Жұманды үйі қаншай ғайыры нәрселер әкелуге қалаға жібергенде, жолда терілерін алып сатарға сатып, 10 теңге алтын орнына алданып, 1 тиын жаңа бақыр алып келу еді. Һәм елде бозбалалық қылмақшы болып, бір қызы бар үйдің босағасында ұйықтап қалғандықтан, қыздың әкесі таңертең, «Ай, тұр балам, ұйқың қанған шығар» деп үйіне жіберу еді. Мұның әммәсін Жамал естіген еді. Атанасы зарыққанда көрген баласы екенінде ойлап, не себепті жаман күйеуге бергеніне қайран қалып жүрді. Өзі теңдес қыздардың күйеулерін салыстырып қарағанда, Жұманнан нашары жоқ еді. Басқа шет елдерден күйеуіне разы болмай, екінші жігітпен қашып кетіпті дегенді естігенде, ішінен ойлап, олар да мен секілді бейшаралар ғой, деп аяушы еді. Олар секілді бір жігітпен көңіл қосып қашсам, пәленшенің қызы қашып кетіпті деген сөз болып, атамның сүйегін сындырғандай боламын. Разы болып, Жұманға барсам, ғұмырымша қор боламын ғой деп, қайсысын істеуге ақылы жетпей,
бағзы уақыттарда түні бойы ойлаумен ұйықтамай да шығушы еді. Әр уақытта осындай уайымда болған соң, Жамал жүдеп те кетті. Ата-анасы: «Қарағым-ау, сен неге жүдеусің?» дегенде, «Жай, басым ауырады» деп қоюшы еді. Жамал осындай уайымдарда болып жүргенде, бір күні Байжаннан Сәрсенбайға «Биыл баламды ұрын жіберемін» деп сәлем келді. Бұл хабарды естігеннен кейін Жамалдың қайғысы бұрынғыдан 3 есе артты деуге лайық болды. Жамал қанша ішінен қапаланса да, басқа бір кісіге айтуының ебін таба алмай, бір күні қолына қағаз бен қарындаш алып, тым болмаса көңілімдегі қасіретімнің 1/10 бөлігі шықпас бекен деп, өз басындағы халіне біразырақ өлең жазып еді. Шешесі Жамалдың бір қағаз жазып отырып, қасына бір хат танитын кісі барса, жасырып қойып жүргенін көруші еді. «Мұның жазып жүргенін немене?» деп Шолпан азырақ шүбәланып, Жамалға білгізбей, оңашада Жамалдың қалта-қалталарын ақтарып, онан еш нәрсе шықпаған соң, қағаз, кітап салатын сандықшасын қараса, бір кітаптың арасынан мына өлең шықты. Манағы Жамалдың жазып жүргені сол екен. Алланың рахматына созамын қол. Адасқан мен ғарып табалмай жол. Ашылып біздің басқа түскен тұман, шаттықпен өткіз деймін, тілегім сол. Сыртым сау, ішім түтін қапалықта, бұл күнде көңілім жүдеу, қасіретім мол. Тереңге түсіп кетем, ұстар тал жоқ, бір Алла, жалғыз өзің жәрдемші бол. Бақшада сайрап жүрген сандуғашем, кез болды мен сорлыға құрылған тор. Көл болып көздің жасы өткенім ғой, болмаса арылмаған маңдайда сор. Жайлаған ақ қойдым шалқар көлді, бұл күні көрініп тұр жаманда зор. Оралдың ілер деушем ақиығы, шынымен жапалаққа болам бағор. Мен қайран атам малға сатқанына, бір тазды жалпақ елден тапқанына, аты өшіп тумай кеткір жұман деген мал беріп мен өзімсіп жатқанына. Атаны бай баласы қара басқыр, жұманның не берерсің мақтанына, қазақтың күллі ғайып ғадетіне түскенім бар қасқырдың қақпанына. Атама мен не жаздым қорғылғандай, болмаса бір мінезбен жақпадым ба? Жасымнан тәрбиелі хан қызындай қасірет ақырында тартқаным ба? Әлбештеп, ұлдан артық қыз басымды өсірген атама обал артқаным ба? Бұл сөзді оқып көрген соң, анасының көзінен азырақ жас кетіп, қызының мұндай қайғыда жүргенін біліп, әлгі қағазды да орнына салып қойды. Енді Шолпан, Жамал қанша уайымда болса, сонша қайғыра бастап, бір күні түнде төсекке жатқан соң Сәрсенбайға сөйледі. Құданың құдіреті, әуелде сен тіл алмай, баланы мұнша қайғы қасіретке салдың. Міне, көрмеймісің? Жамалжан өзді өзінен азап, жүдеп кетті. Осы қалпымен қор болып кетсе, екі дүниеде бізге разы болар ма? Біздің ата-аналық хақымыз мойнымыз демес пе? Сәрсенбай не айтарын білмей, сөйтіп жүрме, дей берді. Шолпан ашуланып, сөйтіп жүрмен құрсын. Өз басыңда еркің жоқ, әркімнің қыздырған тіліне еріп, ақырында Жамалдың көз жасына қалып отырмыз. Ата-бабаң істемеген істі қыламын деп, бей болғансып, бір жылдың ішінде кәне шыққаным үйзің. Сәрсенбай әуел таласып болмай қалғаннан кейін, келер сайлауда құдасының себебімен бей болса да, бір жылға жетпей, съезд уақытында бір кісіні боқтап, қамшымен салып қаламын деп билігінен түсіп қалған еді. Сәрсенбайдан берекелі жауап шықпаған соң, Шолпан тағы да сұрады. Енді өстіп, Жамалды сүймеген кісісіне береміз бе? Сонда Сәрсенбай қайраттанып, осы ит не бұлшылдап отыр, а? Құдайдың жазғанынан артық не қыламыз? Екінші кісіге береміз десең, Байжан болыстармен қосылып, біздің жанымызды қояма? Малымыздан құрық, басымыздан сырық түсіреме? Қатын дұшпан деген осы,
Болмаса бұл сөзді айтар ма едің деді. Сәрсенбайдың жуас қорқақтығы Шолпанға бұрыннан мәлім. Һәм бұл сапарды да пікірі тамам көрініп қалған себепті, енді бұл тұста Сәрсенбаймен ақылдасып, бастарына түскен уайымды бөлісуден үміт үзіп, сол түннен бұлай Жамал хақында Шолпан Сәрсенбайман еш нәрсе сөйлеспейтін болды. Бас аман, малы түгілдердің көңілі шаттықта. Жамалдың көңілі һәм мен қайғыда болумен біраз уақыт өтіп еді. Жамал қанша қайғылы болса да, сырын халыққа білгізбес үшін, һәм жабыққан көңілін көтеру үшін, қыз бозбала жиналған ойын тойдан қалмаушы еді. Және де Жамал болмаған ойынның қызығы да аз секілді көрінуші еді. Қыс ортасы болған еді. Бір күні сол елде бір байдың баласы болмай жүріп, жамағаты ұл тапқанға қыз бозбала үшін үлкен мәжіліс шілдехана болды. Атрабындағы ауылдың қыздары тәмам келіп, Жамал да әзір болды. Ағаш үйдің кең бір бөлмесіне төрінен есігіне шейін халық толған еді. Бұл елде ойын сауық әлі қалмаған болғанға, бір қыз бір жігіттен қатар отырғызатын әдет бар еді. Жиылғандар бірі өлең айтып, екіншілері қалжыңдасып, ойын әлі қызып бастала қоймаған уақытта, есіктен кеш жарық деп бір-екі жігіт кіріп келді. Бағзы бозбалалар, міне бір сыпайы жігіттер келді. Қай жерге отырғызамыз деп ақылдаса бастап, көп кешікпей біреуін Жамалдың қасына әкеліп отырғызды. Бұл жігітті біздің Жамал танымайтын еді. Ләкін Жамалдың қасына отырғызудың бір тәуір жігіт екендігі аңланды. Бұл жігіт отырып болған соң үйдегілерге қысқа-қысқа сөзбен амандасып, соңынан Жамалға қарап, «Сіз де сәлеметсіз бе?» деп қойды. Бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, бетінде азырақ қорасан дағы бар, жаңа мұрт шығып келе жатқан, сөйлеген сөзі сыпайы, әдепті, киімі ноғайшалау Ғали есімді бір зат еді. Көлденеңнен қарап салыстырғанда, бұл үйдегі жігіттердің абзалы Ғали, қыздардың абзалы Жамал секілді көрініп, екеуінің қатар отырулары да бек жарасып кетті. Ғали бір болыста басқа ауылнайға қараған Дүйсебек деген кісінің баласы еді. Жасынан талапты болып, Қызылжар Троицкідегі медреселерде оқып жүріп, және де частный учительден оқып та орысша азырақ сөйлеп, жазарлықтай шамасы бар еді. Мұсылманша жақсы оқыған болса да, елге шығып молда болмай, соңғы уақыттарда оқуды да қойып, азырақ саудаға айналысып еді. Атасы бай адам болмаса да, Ғали инабатты жігіт болып, әр дайым алыс-беріс істерінде уағдасында опашыл болғандығы көрінгенге, байлар шамалап несие беруден тартынбаушы еді. Әуелгі уақыттарда оқуда болып, бұл уақыттан саудаман жүрген себепті, елде тұруынан тұрмауы көбірек болып, өзін халықты өзі анық танымайтындай еді. Тек сыртынан Дүйсебектің баласы талапты, еті тірі жігіт, қысы жазы үйде отырмай оқып, кәсіп қылат деуші еді. Жаңада өткен бір жәрменкеде, алыс берістерін бітіріп, 1-200 теңгелеп пайда қылып, үйіне қайтып, ағайынды аралап амандықта жүргенде, осы ойынға кез келген еді. Ғали Жамалмен қатар отырған соң, бір-бірінің халін һәм кім екендіктерін сұрап білісті. Ғали Жамалдың бұрынғы көріп жүрген жігіттерінен сөзге ұстарақ, сұраған сөзіне толық жауап қайтарып, һәм өзде ләззәтті сөздер сөйлей бастағанға, маңайындағылардың не істеп, не сөйлеп, не ойнап жатқанын естімеген секілді ұмытып, шын ықыласпен кеңеспектей еді. Әр түрлі ойын болып, ақырында бұғыбай, мыршалай мырыш деген ойындар тамам болған соң, бір жігіт бір белбеуді есіп алып, «Енді әлеумет өлең айтасыңдар. Айтпасаңдар, айтпағандарыңа мінекей» деп қолындағы есілген тоқпақтай белбеуін көрсетіп, қорқытып аралап жүре бастады. Білген қадарынша Ғали мен Жамалдан басқа бозбалылар өлең айтып жатса да, өлеңдер қашаннан бері айтып келе жатқан ескі өлеңдер еді. Мысалы, біздерде өлең де бар, өнер де бар, байларда мінілмеген дөнен де бар деген секілді, соның үшін артық ләззатты болмағанға жазбадым. Енді өлең айтуға рет әуел Ғалиға, сонан соң Жамалға келіп еді.
Ғали домбыраны әкеліп ұстатқанның соңында менің өлең айту әдетімде жоқ еді. Білмеуші едім деп күлімсіреп отырып, «Хайыр, енді көңілдеріңіз қалмасын» деп, көркем әнмен домбыраға дауыс қосып сөйледі. Ал сөйле келді кезек енді Ғали, керілмей ұста қолға домбыраны. Рух берген мәжіліске қызмет көрсет, сайратып тілмен жақты болса халі. Өнерің болса ішінде шығар сыртқа, бұл жерде жасырудың болмас мәні. Қандырып құлақ құрышын тыңдаушының жарайды, міне жігіт десім пәлі. Секілді Райхан гүл бақшадағы уылжып жігіттіктің тұрған шағы. Табалмай айтар орын жүрушедің, естіртші жат елдердің болса әні. Нақышпен сандуғаштай жүз құбылтып, даусыңды түрлендірсең келер сәні. Жастықта сауық сайран еткен күнің, емес пе жігіттіктің раушаны. Тыңдаушы асыл сөзді табылғанда, айтушы тартынар ма және дағы. Қадірлес құрбыларың жиналғанда, тарқасын разы боп сынбай сағы. Жасымнан елде жүрмей өстім шетте, демесін кәне елді сағынғаны. Құрбыңа жатырқамай аш сырыңды, жүйріктей бауыр жазып бабындағы. Ұмытпа мысалды да деп айтылған, түлкіні тазалады табындағы. Болады не нәрседен жәнедескер, жігітке абыройдың табылмағы. Емес пе екі жүрек бірдей келсе, арада махаббат оты жағылмағы. Мінеки домбыраңыз тоқтадым мен, сөйлесін сұлу жамал жанымдағы. Ғали бұл арада айтып болдым деп домбыраны Жамалға ұсынғанда, отырған халық, «Мырза, тағы айта түсіңіз» деп өтініш айтқан соң, Ғали тағы да мына өлеңді айта бастады. Жақсы қыз баға жетпес бір гауһар тас, 16-17-ге жеткенде жас. Жәннаттың пісіп тұрған алмасындай, қол жетпес қандай жігіт ләззат алмас. Сұлу қыз рахаттың кілтемес пе? Қолыңа түсір алсаң бардағы аш. Тізілген меруерттей 30 тісі, нұрлы жүз, жайнаған көз, қиылған қас. Шекеде кәмшат бөрік киген асыл, сылдырлап алтын шолпы иықта шаш, бұралған тот құстай мүшелері, бозбала сұхбаттасқан болмай мамас. Қатасыз осы айтқандай болып тұрса, жолында сондай қыздың қияр бас. Болатын мақсұт хасыл жол табылса, тәрк етіп қандай жігіт малын салмас. Серт айтып уағдамен бел байласа, айтар ма жақсы жігіт жұртқа сырфаш. Талапкер бозбалаға айтқан сөзім, сөз емес мұның бәрі өзіме хас. Кеудеде жанып тұрған оты жоқтар, қадірлеп бұл сөзімді демес рас. Шәрбәтін ғашықтықтың татпағандар, ант беріп айтсаң дағы сірә нанбас. Шахбаздылар сүйген үшін ізденуден, көрсе де нендей қорлық бір тартынбас. Жанған от, көздеген оқ тұрса дағы, сескеніп ғашық үшін жүрек қайтпас. Магниті сұлу қыздың күштемес пе, жігітті көңіл сүйген қайтып тартпас. Астынан ақ тамақтың деміңді алсаң, мойныңа ақ білекті қайтып артпас. Ғали бұл өлеңді айтып болған соң, отырған ретінше Жамал айтты. Сөйле тілім шешіліп осындайда, құрбылармен бір жерге қосылғанда, отырмассың үнемі түрді бейтіп, еріксіз ақ қоярсың тосылғанда. Емес бедім япырмау кеше бала, біле тұғын жастықпен есті шала, білгісі жоқ екен ғой өткен күннің, қатар түзеп қыз болдық, міне қара. Қыз байғұс, ел жұртына келген қонақ. Мысалы, қызғалдақтай ғұмыры шолақ. Күн келер, өз басыңнан ерік кетер, қалалық осындайда күліп ойнап. Сөйледі Ғали мырза жігіт жайын, әркімнің хәл өзіне тұрар дайын. Қыздарды жігіттермен салыстырып, тыңдаңыз, мен азырақ сөз қылайын. Жігіттің ер көзінде жылдың құсы, ұшса да, егелсе де отырғысы. Мысалы, жазы болған жаққа кетер, бір жердің қары жауып тусағысы. Қыз байғұс, қолға түскен сандуғаштай, торында ғұмыр өтер кілтін ашпай. Сатады, мал көп берген кісі болса, кетеді,
жылап сорлы қарсыласпай. Рахмет без және ата-анасы, болса да жақсы көрген өз баласы. Теңіне қыздың көбі бара алмайды, көнбеуге және дағы жоқ шамасы. Қалайша тұрсын енді жыламай қыз, ерлерге қарсы келсең ұнамаймыз. Тұтқынды өскен жандай дүние көрмей, жол іздеп ұлықтан ерік сұрамаймыз. Жаманға барсаң, қор болып ғұмыр өтер. Ұстайды ол ақымақ көңнен бетер. Күн шығып, айда туып, көз ашылып, бұл қайғы қыз сорлыдан қашан кетер. Кісінің туып өскен жері қымбат, үйренген бала жастан елі қымбат. Ата-анаң, аға жеңген қадірлеген, тебіскен құлынтайдай теңі қымбат. Тастайды осыларды қыз қәмісін, қор етіп бір жаманға ғазиз басын. Өзінің сүйгеніне бара алмаса, қалайша енді олар сағынбасын. Қыз бермек пайғамбардың сүндетіндей, зат бағат анаң міндетіндей. Әркімнің өзіне ерік берген жоқ па, Алланың бұны дейміз құдіретіндей. Сөзімде қата болса, сөкпе халқым. Әншейін айтып өттім сөздің салтын. Тұрған соң көзін көріп қиянатты, тартады уайымдап көңіл салқын. Бұл күні Ғали мен Жамал әбден сөйлесіп, әрқайсысы хал ахуалын біліскен еді. Іштерінен бір-біріне ұнағандығы білініп, бір көрген біліс, ек көрген таныс, мұнан бұлайда кез келіп жүрерміз деп, бұл сапарда айырылысқан еді. Ғали әлі қалың бермеген бір талапты жігіт болғанға, Жамалдың күйеуінің наразылығына қарай, екі тараптан да бір-біріне махаббат байланды деуге лайық болды. Не үшін десеңіз, екеуінің де сол ойын болған түндегі сөздері көңілдерінен кетпей, әмән бірін-бірі ойлайтын болды. Мұнан кейін Ғали Сәрсенбайдың үйіне бір-екі мәрте келіп кеткен уақытта, Ғали мен Жамалдың бір-біріне көз қарауларын байқап тұрған кісі болса, екеуінің де көздерінде «Мен сені жаным, тәніммен сүйемін» деген жазуды оқығандай болар еді. Ләкин екеуі оңаша жолығуға ешбір реті болмай жүрді. Бір күні Ғали қалаға бара жатыр едім деген болып, Сәрсенбайдың үйіне келіп қонды. Далаға шығып кіріп жүргенде, Ғали Жамалға әдейі бір жолығу үшін келгендігін сездіріп қойғанда, Жамал түнде Ғалидің қасына келуін шүбәсіз деп ойлап қойды. Һәм бұл ойда теріске кетпей, үй іші ұйықтаған уақытта екі жас бір төсекте еді. Екеуі әуелі жолыққан күндерінен бері нендей ойлар ойлағандарын, бірін-бір көруге сағынғандарын айтып, һәм бастарындағы оқиғаларында азырақ қозғап қойысты. Екеуі түбегейлі терең ойға бармай, ақырын көрерміз, қазірше ойнап күліп жүрейік деп уағда етіп, араларында шын достық ғаламаттарда болып қалды. Екеуі бірдей қазақтың ғұрпында болған қаталарды, жәбіршіліктерді сөйлеп, Жамал өзі ес білгеннен бері уайымдарын бір минуттың ішінде ұмытып, енді Ғалиді көрмей тұрған минуттар бір жылдық көрінерін Ғалидің құшағында жатып айтып білдірді. Осылайша Ғали Жамал дос болып, әрбір лайықты уақыттарда жолығып, сұхбаттасып жүріп, қыс өтіп жазда келді. Бұл екеуінің көңілдерінде бір ғана ой бар еді. Бірақ бір-біріне бұл күнге шейін айтуға әрқайсысы өздеріне сенбеген секілді болып, үндемей жүруші еді. Бұл ойын Жамал сөйлесе Ғали қабыл алуы, Ғали сөйлесе Жамал қабыл алуы шүбәсіз болса да, сөйлеуге екеуінің ойындағы мақсаттары бір болған секілді, қауіптері де һәм бір еді. Жамал мен Ғали аз күнгі ойын күлкінің қызығымен өздерін дүниедегі бақытты адамдардан санап жүргенде, бір күні бұларға үлкен қасіретті хабар естілді. Байжан мен Сәрсенбайдың арасындағы уағдалары болып, енді бір айда Жұман күйеу ұрын келіп қалыңды ойнайды деген өсек расқа шықты. Бұл ренішті хабар бұл күнге шейін Жамал мен Ғалидің іштерінде сақтап жүрген сырларын бір-біріне білдіруге себеп болды. Бұл айталмай жүрген сырлары екеуі қалай ғұмырлық жолдас болып, Жұманнан Жамалды құтқару екен. Бірақ әрқайсысы да өздерінен басқа ешбір жәрдемші болмағанға, текке халыққа масқара болып, мақсатқа жете алмай қаламыз ғой деп қорыққан екен. Енді мынадай Жұман келеді деген хабар аныққа шыққан соң,
дүниеде бірінен бір бөлек тұрудан қапаста жатқанды артығырақ көріп, не болса да екеуі қосылуға бір жол қарамақшы болып, енді қай күні бір жолықса, бұрынғы іштегі жұмбақ болып жатқан сырларын таласып сөйлемекші болып тұрғанда, Жамалға Ғалидан бір хат та келіп жетті. Оқып көрсе бұл еді. Тұра алмадым толықсып хат жазбасқа, ішкі сырды білгізіп замандасқа. Екі көңіл бір жерде қосылса егер, не қызық бар жаһанда онан басқа. Зылиха мен Жүсіпті қосқанындай, тілегім бір илахим екі жасқа. Айтпасаң да қалпыңды мен байқаймын, жек көрмейсің мені де сен байғұста. Дертім симай ішіме еттім сырпаш, еш үндемей жүрсем де жазы қыста. Сипатыңа қызықпас қандай жігіт, қор қызындай нұрлы жүз қолаң шашқа. Сөзің бұлбұл секілді жүзің айдай, сені сөккен пендеде еш оңбаста. Мен мұнда көңілім сенде, ойың кімде, тілеймін осы сөзді ұмытпасқа. Емеспін мен жұмандай бай баласы, жоқтықты сұлу жамал бетке баспа. Ақылсыз жаман шіркін алып кетсе, қызғанып қалым бар ма қайғырмасқа. Сенің де өткен күнің жылдай болып, көңіліңнен қасіретің арылмаста. Ертегеш көз алдында тұрғандайсың, қарағым, еш болмайды сағынбасқа. Жамалжан, талап таудай болса дағы, тон келте сүйгеніңнің қолы қысқа. Төскейден қызыл түлкі бұлаң етсе, төбеден қыран бүркіт ұмтылмас ба. Жапалақ бадырақ көз босқа қалып, қарғи құс түлкін алып құлпырмас ба. Отырып тәуекелдің кемесіне, ах дариғай дариядан өте шықса. Ғашықтық уағдамен тәуекелшіл, қажымай осы шөуім мекем ұста. Кім жетер сонда мұратына, пайда жоқ жүрексінген қорқынышта. Аз сөзде көп мағына деген мысал, хәлімді баян етіп жаздым нұсқа. Жамалжан, парасатлу етер фәхім, бұл сөзім бейілтифат қалмас босқа. Рахматына мың сан разы болар едік, Ғали Жамал лайық деп Алла қосса. Келер деп нендей жауап күтіп қалдық, хат жазып жанабыңа жолдап пошта. Құп деген жібермесең дәруіңді, зораяды күннен күнге біздің хаста. Дұшпан көп, досымыз аз, халық сенімсіз. Я Алла, тура жолға өзің баста. Ғалидан пақырыңыз жазылды хат, махаббатлу махбуба Жамал досқа. Бұл хатты Ғалидан Жамалға алып келген жігіт, әр уақыт бұл екеуінің арасында осындай құпия хабарлар, һәм хаттар тасып жүретін Ғалидың бір анық сенген кісісі еді. Бүгін бұл хатты Жамалға тапсырып, жауабын ертеңге шейін даярлап қоярсың. Мен бір ауылға барып қайтамын деп кетіп қалды. Жамал бұл хатты 3-4 мәрте оқып шығып, бір қызып, бір суып, Жұманға барса ғұмырынша қайғы қасіретті өтетінін ойлап, Ғалимен қашса, не түрлі ұят машақаттар болып, ақыры нешік болатынына көз жетпей, аз дағдарып, көзінен моншақ жастарды төгіп алды. Біраздан соң, тағы да қайраттанып, тәуекел. Алла басқа салған соң, не де болса көтердім. Ғалимен ғұмырымша қол ұстасып жүрсем де, арманым болмас, деп ойлады. Егерде Ғалимен қаша қалса, кім тілектес, жәрдемдес боларын ойлағанда, өзінің шешесі Шолпаннан басқа ешкім көзіне көрінбеді. Шешесіне сиынатын себебі оқушыға да мәлім. Шолпан әуелден Жамалды Жұманға беруге разы болмай, Сәрсенбайға тілін алғыза алмай қойған еді. Екінші, Жамал бой жеткен соң Жұманға көңілі наразы болып жүргенінде сезіп, хәтті сол мезгілде Жамалдың жазып жүрген өлеңінде тауып алып оқиды деп жоғарыда жазып едік. Үшінші, Жамал мен Ғалидың жақын болып жүргендерін біліп көріп жүрсе де білмегенсіп жүруші еді. Жамалды Ғалиға лайық көрген секілді болып, Ғалиды шын ықыласымен баласындай жақсы көруші еді. Ұзын сөздің қысқасы ақырында Жамал Ғалидың жазған сөздерін қабыл алып, қарсы жауапта жазып, ертеңінде манағы жігітке тапсырды. Бұл жігіт хатты сол күні Ғалиға жеткізіп берген соң ашып оқыса, жазылған сөз мынау екен. Ғалижан, біздің қолға тиді қағаз.
Жазғанын қабыл алдым сіздей шахбаз. Мақсатқа муафиқлы сөз шыққан соң, өңім бе, түсім бе деп тұрдым біраз. Сіздейін жаздым жауап білгенімше, не түрлі жазған сөзің кірдішіме. Сырымды жалғыз саған білдіремін, айтпаған мұнан бұрын бір кісіге. Мағлұм бір өзіңе менің халім, еш рахат көрмегендей сенсіз жаным. Еріксіз бір есекке қосақталсам, жаһанда екі бірдей келмес мәнім. Қосылсам, несіп болып сеніменен, кім айтар? Жүрмеді деп теңіменен, сенімен отқа жансам арманым жоқ. Жуылмаған жұман атты перменен. Хатыңда бай емеспін деп жазыпсың, бетке салық қылма деп көп жазыпсың. Байды сүйсем, жұманға бармас бедім, мұны ойламай әншейін тек жазыпсың. Бір сенсің, ғашық отын сөндіретін, кім бізді ықтиярсыз көндіретін. Өлсек шұқыр бір болсын, шықсақ төбе, айрылмалық болса да өлтіретін. Бір Алла жалғыз өзі болсын айғақ, тұралық уағданы бекем байлап, сен үшін бір басымды еттім құрбан, шынжырлап жіберсе де сібірге айтап. Біз көндік мұндай халге, Құдай салды, панасыз мазлұммен бір зарлы. Ал енді күн түн демей айла қара, келуіне жексұрынның бір ай қалды. Менде жоқ аға жеңге мұңымда шар, сырымды басқа қайтсам жұртқа шашар. Білмеймін апам байғұс неғыларын, жалғыз-ақ сенетінім ақылдасар. Аналық мейірбаны түссе егер, дұшпаннан құтылуға айла табар. Сенбеймін еш кісіге мұнан басқа, керек атам, керек жақын ағайындар. Жан достым, 4-5 күнде жолығып кет, болса да сөйлесерміз нендей рет. Өзіңде қарап жүрмей ескере бер, көңілге кіргеннен соң мұндай ниет. Келмедің 15 күндей, мен көп достым. Санаулы енді, аз ғана біздің бос күн. Қайырлы сағаттарда ескергей деп, хат жазған қалам қозғап, жамал досым. Ғали бұл хатты оқығаннан кейін, сол күні өзіне сенімді құрбылары Жүніс Нұрмаш деген жігіттермен күн батқаннан түн ортасына шейін ауылдан аулақ бір оңаша жерде ақылдасқан еді. Ғали: мінекей жігіттер, бала жастан бір-бірімізге сенdeспей ойнап өскен құрбы едік. Қазірде де мен мынандай бір қиялға түсіп тұрмын. Айтқан сертіне қыз жетіп, мен жетпей қалсам, маған тірдей өлім ғой деп ойлайым. Мен тәуекел деп бұл іске басымды байладым. Сендер не ақыл айтасыңдар деді. Әлгі жігіттер: оның бізге несін айтасың? Біздің сенен аянар еш нәрсеміз жоқ. Бұл заманда қыздың басында ерік бар ғой. Азар болса малын алар, кім қызды тегін береді дегеннен кейін, Ғалидың қуанғаннан екі көзі жайнап кетіп: не қылса да осы бір іске бір өнер қайрат ете көріңдер деп, ертең тағы да ақылдаспақшы болып тарқасты. Бұл үшеуі ертеңіне һәм бас қосып, бұл жолғы мәслихаттары әуелі Ғали Жамалға барып, оңашада әбден сөйлесіп, қай күні қашатындарын уағдаласуға қаратты. Көп кешікпей Ғали да бір күн түнде Сәрсенбайдың ауылының тұсындағы бір сайда сүйіктісі Жамалмен келешекте бірге рахат ғұмыр өткізулерінің желісін сөйлеп тұрады. Дүниеде бұл екеуі үшін бір жақтан істің ақыры нешік болады деген үлкен қорқыныш, екінші жақтан дұшпанның қолына түспей құтыламыз ба деген қорқынышпен жүректері лүпілдеп, бірінің қолы бірінің мойнында болып, екі ғашық бір ойда еді. Май жұлдызы, таң қысқа, ай жарық, дүние тып-тыныш, ел жоқ, ауа жақсы, жаңа қонған жұрт көкорай шалғын жапырақ гүлдердің иісін қып, біздің жастарды көріп тұрған жалғыз Алла, екіншісі аспандағы ай мен жұлдыз еді. Жан жануар күндізден шаршаған секілді тынығып, жылқы жусап, қарамал күйсеп, анда-санда қой үріккенде ұйқысы сақ төбеттің маңқылда бүргені, кемпір шалдың айтақтаған дауысы ғана естілуші еді. Бұл бейшаралардың да бозбалалардан өнің өшсін деген қарғыстан басқа алғысы жоқ еді. Махаббат мүптәләсіне душар болған сұлу қыздар елеңдеп ұйықтай алмай, тастан қатты шешесі есікті құлыптап төңлікті ашып қойғанда,
Әттең, айдың жарығы күндізгідей, ер жігіттің қадірін қыз білгендей. Қыз байғұстың басында ықтияр жоқ, есік ашып, досын үйге кіргізгендей. Деген бір ауыз өлеңді іштерінен деген күйінішті дауысқа араластырып айтып жатқанын қасына барып кім көрген? Торғай шырылдап таң белгі бере бастады. Біздің сайдағылар қысқа таңның атқанын білмей қалған еді. Жамал Ғалиға айтты: Анау күнгі саған жазғаннан кейін менің өңімде бұзылып жүрсе керек. Апам оңашада қайта-қайта: Қарағым, неге мұнша сарғайып кеттің? Сырыңды айт. Бөтен ойың болса менен жасырма. Мен сенің біреуге қор мұқтаж болмағаныңды ойламасам, саған жамандық тілер деймісің? Деген соң, және апама сенген соң, бар сырымды сөйлеп едім. Олай болса қарағым, бетіңнен жарылқасын. Ғалиді мен жүк көрмеймін. Бірақ қайтейін. Құдай тағала сені бір жаманға байластырып қойған соң деп, жылап та жіберіп, ақырында өзі бізді шығарып жібермекші болды. Бұған Ғали да бейхисап қуанып, екеуі ендігі жексенбіге осы сайды белгі қылып, уағда байласты. Ғали үйіне келіп, өзінің бұл іс хақында ақылдас болып жүрген құрбыларымен сөйлесіп, келер жексенбіге ат сайландыра даярлана бастады. Екі досы Жүніс пен Нұрмаш Ғалиді шығарып салмаққа, бұлар да даярланып, сенбі күні не болса да ертең болады деп, жас жүректері дамылсыз соғуда еді. Ғали даярланғанда, Жамалда қарап жатпай, ақырғы сырын туған анасы Шолпанға айтқанының соңында, Шолпан да разы болып, жол ғамын ойлай бастаған еді. Жексенбі күнде болып, ел жатқан уақытта Ғали, Жүніс, Нұрмаш үшеуі ерлеген бір ат жетегі бар, жолықпақшы болған сайда даяр болған еді. Бұларға әрбір өткен минут сүрленген жылдай болып, қашан келет деп қарап тұрғанда, бүркенген екі әйел көрінді. Келсе, Жамал мен оның шешесі екен. Бұлармен Шолпан амандасып болған соң: Шырақтарым, енді Алла тағала қайырлы сапарым беріп, мақсаттарыңа жеткізсін. Қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Қазірде ешкім көрген жоқ. Тоқтамай жөнеліңдер. Деп Жамал мен Ғалидің беттерінен сүйіп, жыламсырап қоштасып, жастар аттарына мініп жөнелгенде, біраз арттарынан қарап тұрып үйіне қайтты. Шолпан кісі көзіне түспей үйіне барып жата тұрсын, біз мезгілсіз аттанған жолаушыларымызды жолға салып жіберелік. Ғалидің достарымен ақылдасқанда Жамалды алып барып жатпақшы жері, Дуанда өзі бірге саудалас болып несие алып жүрген Фатихолла бай еді. Қазірде ауылдан бұлай 5-15 шақырым шыққан соң, арттарынан қуған ешкімнің дыбысы жоқтығына көзі жетіп, тағы да ақылдасып, сол әуелгі планы бойынша 120 шақырым жердегі қалаға тартпақшы болды. Бұл түні күн шыққанша 50 шақырым жүріп, адам жоқ бір қыстауға келіп жасырынып жатты. Күн батып, ымырт жабылғанша бұларды ешкім көрмей, енді тәуекел деп таң атқанша Дуанға жетпекші болып, Ғали мен Жамал жүріп кетіп, Жүніс пен Нұрмаш елге қайтты. Ғали, Жамал қалаға саламат жетіп, Фатихолла байдың үйіне келді. Бастан аяқ оқиғаны Ғали Фатихолла байға айтқаннан кейін, Фатихолла бай әуелінде осындай қазақтың қызды жастай құда болып біреуге беріп қоятын жаман ғадетін жек көргендігі себепті, және де Ғалиді һәм тәуір көретіндігінен, бұл екі мүсәпірді қабыл алды. Фатихолла бай өзінше тәуір пікірлі ғана, өзі айтқан сөзін болдыруды жақсы көретін бір татар еді. Айда Ғали, сен бірде қорқма. Әлхамділлә, біздің қораға рұқсатсыз ешбір степной қырғызларын кіре алмас. Әгәрді келіп скандал шығармақшы болсалар, прямо частқа заявить етіп, жилкаларын қаштармыз деп, Ғалиді қайраттандырып қойды. Бір қонғаннан кейін Ғали Фатихолла баймен ақылдасып, құрмында келіп қарап жатқанның мәнісі болмас. Олықтан Жамалдың басына ерік алалық деп, адвокатқа арыз жаздырып, крестьянский начальникке Жамалды кіргізді. Арызында: Мені 7 жасымда атам қазақ ғұрпынша бір қазаққа малға сатқан екен.
Бұл күнде кәміл жасқа толып көрсем, күйеуім өзіме ұнамағандығы себепті, һәм мені атам ықтиярсыз бермекші болған себепті, өзімнің сүйген жігітіммен қашып келдім. Мәрхаматшылық жүзінен мен мазмұнаның көз жасын құрғатып, басыма ерік беріп, қиянаттан қорғасаңыз екен, деген сөздер жазылған еді. Бұл арызды ілтифатқа алып, начальник Жамалдың қолына «Кімге барсаң да ықтияр» деген қағаз беріп, болысқа һәм былайша қағаз шығарды. Жамал Сәрсенбай қызына ешкім қиянат жәбір қылмасын. Сүйген күйеуіне баруға өзіне ерік берілді. Қалың мал хақында дау болса, волостной съезге салынсын деп. Енді оқушыларға елде болып жатқан уақиғалар мағлұм болсын. Жамал қашқан күні таңертең Сәрсенбай намазға төсектен тұрып, түндік аштырып, азан оқып болғаннан кейін Жамалдың жоғын көз көріп, қатындарынан «Жамал қайда кеткен?» деп шүбәләніп сұрай бастады. Шолпанда еш нәрсе білмегенсіп, «Жамал жаны тысқа шыққан шығар» деп тұрғанда Сәрсенбайдың бәйбішесі «Ойбай, бетім-ау, бір сұмдық болған екен ғой. Жамалдың ілулі тұрған киімдер қайда кеткен?» деп сол минутта Жамалдың қашқаны мәлім болды. Үй іші сасып, ренжуде болып, сол сағатында ауылда жиналып ақылдаса бастады. Біреулері өзінің күйеуі алып кеткен шығар деп, көбі жоқ, мұны Дүйсебектің қу баласынан басқа ешкім әкеткен жоқ. Өздеріңді соны патшаның баласындай әлде қандай көріп, тым еркінсітіп жіберіп едіңдер. Ал енді қайтер екенсің деп, Сәрсекеңнің жалғыз басын даң қылды. Сөйтсе де мәслихаттасып, осындай мағлұмсыз біздің баламыз, сіздің келініңіз Жамалды бір өтінде алып кетіпті. Енді не қыламыз деп Байжанға кісі жіберді. Және бір жағынан астыртын Ғалидың ауылына да кісі жіберді. Кешке таман Ғалиларға кеткен жігіт, бүгін түнде Ғали, Нұрмаш, Жүніс үшеуінің жақсаттарына мініп, үйлерінде жоқ болып шыққан хабарын алып келген соң, шүбәсіз істің анығын біліп, Байжанға екінші кісі жіберді. Мінекей, Дүйсебектің баласы алып кетіпті. Ендігі ақылын өздеріңіз білесіз деп. Бұл күн осылай хабарлармен өтіп, екінші күнде Байжан 20 жігіт ертіп, бәлемнің шаңырағына қобыз тартайын деп, Сәрсенбайдың ауылына келіп түсті. Бұл өткен түнде Нұрмаш пен Жүністі үйлеріне келіп жеткенін мағлұм болып, аттары сүмектей болғаны әркімге көрініп қалған еді. Байжан істің анығын білген соң жолдастарынан 5 кісіні түнде аттандырып, Ғалилардың ауылынан жылқы алдыруға жіберді. Һәм болысқа кісі жіберіп хат жазды. Мінекей, осындай оқиғалар болып қалды. Билеріңізді алып мұнда келіңіз деп. Байжанның барымтаға аттандырған жігіттері ат, айғыр, ту биеден 12 жылқы алып, һәм жолдан Сәрсенбайдың бір қысырағының үйірін қоса айдап барып та қалды. Күллі жиылыстың расқоды Сәрсенбайдың мойнында болып, қорыққаннан бір ауыз сөз айтуға халі де жоқ еді. Хәтті жан-жаққа шаптырып жатқан аттар да Сәрсенбайдікі еді. 3-4 күннің ішінде бір болыс елдегі керекті кісілер жиналып, бір үлкен съезд болды. Байжанды жақсы көргендер халық жиналған жерде, «Міне, жұрт бұл секілді тентекке тізгін беріп жібере берсе, жұрттың қойынындағы қатынын да әкетер. Мұндай болмасқа тыю салып, біреудің ақ баталы жесірін қайтарып әперу керек. Біреуге болған қиянат ертең екінші кісінің басына келмей ме? Мұнымен халық арасы бұзылып, жұрттықтан шықпаймыз ба?» деп уағыз айта бастады. Кешке таман іңір уақытында Байжан болыспен писірді осы жиылысқа келген 5 биді һәм указной молда Ахметжанды оңаша ауылдың сыртына шақырып алып, «Енді ертең не болса да бір іс қылыңыздар. Мен қазірде малға бітпеймін. Мұналардың бізге барып қалған 10 шақты жылқысы бар. Бұл мал менің жауабыма қайтарылып берілгенше, өздерің олжа қылыңдар. Мен кешіктірмей сатып жіберемін. Сіздер бір жолға менің намысымды жоқтап, не дегенімді істеп беріңіздер» деді. Бұлар да олжа деген сөздің қарасын көрген соң мұрттарынан күліп, «Енді қалай қыл дейсіз?» деп сұрады. Байжан айтты, «Сіздер әр қызметтің басындағы кісілерсіз. Мінекей,
Болыс пен писір ұлық жағынан бұл туралы нендей іс болса да дұрыстап тұрар. Билер ертең Сәрсенбай дүйсебектердің мұнан сұрайтын жылқыларын отказ етіп, қыз бен жігітті шығарып жіберген екі жігітті соларды тауып әкелуге міндетті қылыңыздар. Тауып әкелмесе түрмеге отыруға бұйырыңыздар. Ал Ахметжан молда, сіз бұл қыз бен біздің Жұман екеуіне алып қашудан 10 күн бұрын неке оқылған еді деп книгеңізге жазып бізге куәлік беріңіз деді. Сіз мұндай жұмысты болып тұрғанда өтірікке де болса кіріспей болмас деп разы болысты. Сол жерде Байжан қалтасынан суырып, әр қайсысына 50 теңгелеп 400 теңге ақша берді. Бұл түн өтіп таң атты. Болыс билер повестка жазып, Ғалидың атасы Дүйсебекке һәм Нұрмаш пен Жүніске шақырушы кісі жіберді. Бұл үшеуі хабар тиген соң бармай қалудың лажын таба алмай, өздеріне қараған атқа мінер кісілерін алып, Саумалкөл басындағы құрылған съезге келіп жетті. Тістерін қайрап отырған болыс пен билер 1 сағат кешіктірмей тексеріп қолға ала бастады. Екі жағынан сұрастырып келгенде, қыз алып қашқан жағы, енді біз қолмен істедік, мойынмен көтереміз ғой. Бір тентектің мұндай ел арасын айырып, сөзді қылғанына өзімізде ренжиміз. Жолымен мал беруге разы боламыз деді. Байжан мына сөзді естіген соң тас-талқан болып, мен өзім ат жалын тартып мінгелі мұндай қорлық көргенім жоқ. Бүгін Қарымбайдың малын берсең де бітпеймін. Жесірімді әкеп бер. Болмаса маймен көреген бұлшыл сөзін керек емес деді. Билерде, Байжанның сөзі дұрыс, Байжан жөн айтады деп мақұлдап қойды. Билер Жүніс пен Нұрмаштан сұрады. Сендер Ғалиді шығарып салғандарың рас па деп. Бұлар мойнын алып, жаны бірге құрбы болған соң шығарып салғанымыз рас деді. Билер оңаша үйге писірді алып барып, биліктерін жазып, қайтып келіп естіртті. Жұман Байжан ұлының некелі қатына Жамал Сәрсенбай қызын ықтиярсыз Ғали Дүйсебек баласына шығарып беріп жіберген үшін Дүйсебек, Жүніс, Нұрмаш үшеуі 1 айдың ішінде тауып беруге міндетті болады. Егер тауып бермесе, әр қайсысы 2 айдан түрмеге отырады деп мағлұм етті. Жауапкер жағы, бұл некелі қатын дегеніңіз қалай деп сұрасып еді. Билер, шариғат бойынша ижап қабыл болған соң бәрібір неке емес пе деген болды. Хақиқатында бұлар Указыной молдадан өткен түндегі куәлікті алмақшы болып қойғанын Дүйсебектер сезбейді қалды. Бұл биліктен кейін Дүйсебек Сәрсенбайлар Байжанның барымтаға алған жылқыларын сұрап биге түсіп еді, билер мұны қарсы дау деп отказ қылды. Бұл екеуі билердің осы екі билігіне де разы болмай, копия сұраған соң, ауылға келіп аларсыңдар деп болыс пен писір книгаларын жауып, һәм сол күні халық тарқады. Копия алу үшін болыстың ауылына Сәрсенбай Дүйсебектер бірнеше мәрте барса да, әртүрлі себептер айтып бермей жүргенде 15 күн өтіп те кетті. Бұл күндердің ішінде арыз бойынша начальниктен жоғарыда айтып өткен қағазда келіп қалған еді. Болыс Байжанды шақырып алып ақылдасып, начальникке тағы да қағаз қайтарды. Дауласқан екі тарапының сұрауы бойынша, бұл қыз хақында билерге салып едім. Хақиқатта бұл қыз Жұман Байжан оғлының некелі қатын екен. Растығына 3 бұның иләм бірге жіберілген Указыной молда Ахметжан Аямас оғлының метрический книгадан берген куәлігі дәлел. Һәм билердің билігінен законлы срок, яғни 15 күннің ішінде келіп копия алмады. Соның үшін билікті орнына келтіруге әмір етсеңіз екен деп. Болыстың бұл қағаздарын начальникке тиген уақытта Дүйсебек Сәрсенбай Нұрмаштарда қалаға жетіп, ғарыздыларын кіргізді. Өз ықтиярымен бірін-бірі сүйіп қашқан қыз бен жігітті біз қашырды деп, қанша малымызды барымта алып бермей, өзімізді тауып беруге міндетті қылып, тауып бермесең 2 айдай түрмеге бұйырып, вә һәм Указыной молдамыз неке оқыдың деп өтірік куәлік беріп, болыс билер һәм байлар бірыңғай болып қиянат етіп тұр. Бірнеше мәрте барғанда биліктен копияда бермеді деп нендей болған оқиғаны баян етті. Начальник бұлардың қарызын ілтипатқа алып, болыстан жауап сұраған қағаз жіберді. Байжан әуелі қыз қашып, халық жиналған күннен бері
құпия әр жерге қыз бен жігітті іздеуге кісі жіберген екен. Әрбір барар деген шүбәлі орындардың әммәсінде жоқтығын сезіп, ақырында қалада Фатихолла байда екендігіне көз жетіп, шаһар ішінен қол іс қылып ала алмаспыз. Фатихолла байдың елде алатын 2000 теңгедей несиесі бар ғой. Енді бұл қашқындарымызды сақтап, халқымыздың жақсыларының тентек деген кісісін шығарып бермесең, несиеңді бергізбейміз десек қорқар деп мәслихат етті. Осы сөзді айтуға келген кісіге Фатихолла бай ішінен қауіптеніп, бұлай болуы да бек ықтимал деп ойлап жауап берді. Дұрыс. Әуелгі уақытта ұлыққа арыз беру үшін ғана бізге 3-4 күн болып қонған еді. Қазірде бізден кетті, қайда екенін білмеймін. Егерде мұнан бұлай бізде екендігі білінсе, халқыңыздың не қылғанына да разымын деді. Бұл кісі Фатихолла байдың әлгі сөзінен нанып елге қайтты. Фатихолла бай Ғалиға сөйледі. Мына кәпірлердің сырлары өзіңе мәлім ғой. Енді басқа бір жерге барып паналағаның өзіңе де бізге де пайдалы болар еді деді. Ғали бұл сөзге түсініп, «Хайыр, Фатихолла әбзи, мен сізге ризамын. Залымдар не қылады деуге болмайды. Олай болса мұнан 3 шақырым жерде атамның нағашысы бар. Сонда барайын деп ертеңіне жүруге даярланды. Ғалидың өзінде жегуге 2 ат бар еді. Фатихолла бай арба сайман һәм 50 теңге ақша беріп қаладан шығарып салып, қайырлы сапар деп дұғада болып қалды. Ғали да, Жамал да өздерінің ата-анасынан айырылғандай болып қимай, жылап айырылысты. Ғали әуелден ноғайша киініп жүретін һәм Жамалды да ноғайша киіндіріп, шәлі бір көндірген соң жолда көрген кісілер шүбәсіз ноғай деп біліп, бұлардан қауіптенбей көңілдері шаттанып, оңашада ойындағы сөздерін сөйлесті. Ғали сұрады. Егер жаман айтпай жақсы жоқ, өстіп жүргенде қолға түсіп, сені менен айырып әкетсе қайтер едің, көніп кетермедің деді. Құдай сақтасын. Не айтасың? Жаным-ау, сенің жолыңда құрбан. Сенен тірі айырылғаннан өлім маған көп артық. Бұлар бұл секілді сөзбен келе жатқанда, сәске түс болып, жолшыбай ағаштарды аралап, бір көлдің жағасынан өтті. Маңайында ел болмағанға бұл көлде неше түрлі қаз, аққу, ғайыр құстар бейхисап көп еді. Атрабындағы жердің әммәсі тамылжып, кілем төселгендей болып, желсіз күнде көл айнадай жарқылдап, алыстан сағымдар мұнарланып, біздің 2 ғашық біраз тамашаға қалып келе жатқанда, Жамал ойына бір нәрсе түсіп кеткендей ән салып, мына бір өлеңді айтып жіберді. Ғаламда 18 мың жаратқан хақ. Көп беріп біреуге мал, біреуге бақ. Біреуді ғалым, біреуді залым еткен. Біреуді мұңлы жараттың, біреуді шат. Тамаша аспан менен жері қандай. Зеңгір тау, дария шалқар көлі қандай. Орман, тоғай, гүлденген бақшалары. Пайдаланған бұлармен елі қандай. Көзім тоймас қарасам тамашасын. Қисабына ми жетпей адасасың. Заң түзеп, закон жайып, патша отырып, қараған ғаділдікпен қарашасын. Таласқан аспан менен таулар биік. Мекендер аю, қасқыр, марал, киек. Жұмақтың шешмасындай бұлағына кетпей ме, қарап тұрсаң іштен күйік. Аспанда ай мен жұлдыз күні қандай. Қалғанынан мұнарланып түні қандай. Суда балық, көлде құс, тоғайдаңдар, шулаған неше түрлі үні қандай. Жәнәттай тамашалы жазы қандай. Келетін ұшып аққу, қазы қандай. Ескеріп өткен күнді кәрлері, жастардың жәнеде айтқан назы қандай. Сықырлап келіп қалған қысы қандай. Қар жауып, суға тұрған мұзы қандай. Берген соң Алла қуат жан сақтарлық. Жүреді мақұлықтар үсік алмай. Біз қарап сол панаңда саялаған. Дұшпандар рахымсыз аямаған. Жіберсең жалғыз тамшы рахматыңнан. Болса да құтылмаймыз қай арадан. Ғали Жамал жолда қонып, Қырыққұдықтағы нағашысы Бабас деген кісінің үйіне келіп жатты. Көңілдері орнығып, қорқынышсыз күннің өткенінде білмей жатқанда,
Елдегілер бұрынғы қалпынша дауласып, қағаз үстінен қағаз айдап, бір берекесіз аяғы үзілмейтін дауға кіріскен еді. Ғалидың нағашысы да, һәм сол елдің жақсы кісілері де, енді бұлар бізді пана тұтып келді ғой. Біз де елдігімізді көрсетіп қорғалық. Көп болса 2 жыл дауласар, оның ар жағында өздері де шаршар деп, жастардың көңілін бұрынғыдан да қуантқан еді. Бұл мүсәпірлердің бақытсыздығына қарсы, бір күні Ғали төсектен ауырып тұрды. Нағашыларды үрпиісіп қалып, Жамалдың түсі қорыққаннан өзгеріп кетті. Ғали, тұла бойым қызып, сүйектерім сырқыраған секілді болып тұр деп, тынши алмай науқасының күштілігі көрініп, төсектен тұрмай жатты. Науқасы күннен күнге ауыр тартып, 4-5 күннің ішінде бек қауіпті секілді көрінді. Әрбір тамыршы дәрігерлерді әкеліп тамыр ұстатып, ұшықтатып қақтырып көрсе де тәуір болмады. Жамалдың көзінен қанды жастар төгіліп, ас ішпей, кірпік қақпай зор қасіретке кірісті. 1 минут Ғалидың қасынан кетпей, әмән ауырды деген жерлерін сипап, мөлдірген көздерін Ғалидан алмай қарап отыратын болды. Менің бақытсыздығым өз басымнан асып, кесепаты саған да тие бастады. Ақыры қайырлы болсын, деп, Жамал Ғалиді құшақтап жылап талушы еді. Ғали болса, жылама, Алла сақтар, жазылармын. Қазынасы кең бір сағатын жіберер деп, өзінен де Жамалдың көңілін жұбатушы еді. Сөйтсе де дерт күшейіп, Ғалидың халі нашарға айналды. Нағашылары еліне хабар жіберелік деп еді, Ғали рұқсат етпеді. Алланың жазғанынан қашып құтылмаспын. Құдай сақтар, жібермеңіздер деп тоқтатты. 10 күнде науқас сонша ауырлап, хәтта арыздаса бастады. Жамал бейшара қиялай болған кісідей бағзы уақытта басы айналып, талып та қалып Ғалидан: мен енді қайтемін, сенен қайтып қаламын, сенсіз дүниеде мен не боламын, деп неше мәрте сұраса да, Құдайға тапсырдым дегеннен басқа еш жауап айта алмады. Барлығы 13 күн ауырып, бейсенбі күні түс кезінде жаңа гүл ашып келе жатқан бақшадай жанып тұрған жас ғұмыр сөнді. Алла рахмет тілесін. Жұма күні халық көп жиналып, жаназа оқып, көкем моласы деген зиратқа апарып қойды. Ғали жан тәсілім қылғаннан бері Жамал ессіз болып жатқан еді. Нағашылары да үлкен уайым қылып, бір сапар бізге мұндай жұмысты болып келгенде, бейшаралар бүйтіп қалды, қолымыздан өлтірген секілді болдық ау деп, өздері ақылдасып естіртіп, һәм хабар айтуға кісі жіберді. Хабаршылар Ғалидың үйіне, Жамалдың үйіне кісі салып естіртті. Екеуінің де ата-аналары қағазға жазып келтіре алмастай жылап, зарлап, қайғыланып, дұшпандары һәм сол дәрежеде табалап шатланған еді. Көп тоқтамай Ғалидың ата-анасы һәм Жамалдың шешесі қасына жолдастар алып, аянышты өлім болған жерге жетті. Келісімен жылап сықтап, зиратқа барып, мауқым басып, ауылға келді. Жамал бейшара аз күннің ішінде сүзектен тұрған кісідей болып, келген ата-аналарымен жылап көрісуге де халі келмеді. Жамалдың шешесі: жылама балам, бақытсыздығыңнан көр. Құдай жазбаған, обалың бізде секілді. Әуелде қазақшылық қылмасақ, мұндай іске себеп болған секілді болар ма едік? Тентектік қылсаң да теңіңді тауып едің. Алла лайық көрмеген соң, жылағаның мен не өнет? Деп бірсыпыра насихат айтты. Ғалидың шешесі де жылап: қарағым, Ғалижан мен Жамалжан қашан елдің сөзінен құтылап, оң жағымды қарайтып отырар деуші едім. Ол тілегіме Құдай жеткізбеді, деп сөзінің аяғын бітіре алмай, еңкілдеп жылап жіберді. Бұлар 3 күн қонып қайтатын күні,
Галидың зиратына дұға қылмақшы болып келген еді. Молда Құран оқып болған соң, Жамал Галидың қабірін басын құшақтап отырып, көзінен жас ағызып сөйледі. Ғали, бақытсыз Жамалың қасына келіп тұр. Алла тағала маған сенің қабіріңді көрсеткенше, мен алғаны жақсы болатын еді. Бірақ бұйрықсыз жан шықпайды екен. Дүниеде бірге рахаты ғұмыр өткөремін. Ғали тұрғанда еш жаманға қор болмаймын дегенім тәкаппарлық екен. Алла қабыл етпеді. Үмітім кесілді, Ғали. Қып-қызыл шоқтың ішіне тастап, алыс сапарға жөнелдің. Өзің үшін қайырлы болсын. Мен сордың кеудемде шыбын жаным барда, сені ұмытпаспын. Дүниеде патшаның баласы болса да, саған теңгермеспін. Хош жаным, Ғали, бір мен үшін мейірбан атанаңды көре алмай, қолдарынан топырақ салғыза алмай кетті. Кеш жаным. Алла тағала ақиретте қосылған нәсіп тілесін. Сол уақытта ғана көрген қасіретім бір сағаттай болмай ұмытылар. Мен сорлың опасыз дүниеде қонақтай алмай, адасып қалдым. Хош жаным, хош. Деп Жамал талып кетті. Зират басындағы халық Жамалға су бүркіп, кішкене тәуір болған соң алып қайтты. Сонда да Жамалдың есі бүтін кірмей, әлденендей мағынасыз сөздер сөйлеп келе жатты. Зираттан қайтқан соң бабастың үйіне келіп, енді жолаушылар қайтпақшы болды. Ғалидың атанасы үйіне кетіп, Жамалдың шешесі Жамалды өз үйіне алып қайтты. Жамал үйіне келіп тұрған соң, күннен күнге уайым қайғысы артып, жаман болып, адам баласы аярлықтай жүдеді. Байжандар істің ақыры мұндайға айналған соң, енді қайда барар дейсің деп, дауды да көп қозғамай тыныш жата берді. Жамал өз үйінде бір ай тұрғаннан кейін, Байжанға да, Сәрсенбайға да бірдей көлденең ағайындар ділләләт қылып, Байжанға: "Енді келініңізді алдырыңыз. Бәлен түген деген кек қылмаңыз. Әуелден еш кінәңіз болмаған соң, Алла тағала жақ болып ақыры мұндай болды ғой" деп, һәм Сәрсенбайға да: "Енді сізде балаңызды әуелі разы болған жеріңізге беріңіз" деп насихат айтты. Бұл сөзге екі жағы да разы болды. Шолпан қызынан сұрады: "Қарағым, Жамал, жұрт мынандай деп жатыр. Енді қайтеміз?" "Апа, енді мен үшін жаманатты болмаңыз. Маған енді Ғали болмаған соң бәрібір. Суға батырып, отқа жандырса да ықтияр бере беріңдер. Алла тағала менің маңдайымды ашайын десе, Ғали да мұндай қылмас еді" деп қасіреттеніп, мұңлы дауыспен жауап берді. Жұман мырза Жамалды өз келіп алуды намыс көрген соң, Байжанның қатыны келіп алып кетті. Бір күндерде Жамал кәміл бақытты бір қыз болып, жұрттың аузына ілігіп, құрбысының алды болып жарқылдап жүрген дәрежеден түсіп, ақырында мұндай қадірсіз, мұндай кемшілікке душар болып, барымтаға түскен малдай біреуден біреу алып жүргенін көрген халықтан Жамалды аямаған жан қалмады. Жиын той болғанда көлге қонған аққудай көрінетін Жамалды енді көрген кісі танымай қалатын болды. Жамалды Байжан үйіне келтіргеннен кейін, болыс арқылы қағаз жазып ұлыққа білдірді. Құдай қазасы болып Ғали Дүйсебек баласы опат болғаннан кейін, билердің үкімі бойынша атанасы Жамалды алып келді. Жамал да енді бұрынғы күйеуіме разымын деп қол қойып, подписке берді. Жамал болып, енді екі тарапымыздың да бір-бірімізден сұрайтын хақымыз дауымыз жоқ деген соң, күллі болыс хақындағы қарыздар отказ деп начальниктен хабар келді. Бұл оқиғалар тәмам болғанда, октябрь жұлдызы жетіп,
жұрт қыстауларына кіре бастаған еді. Жамалдың еш уақыт ойынан ғали кетпей, бір минут көңіл ашып, езу тартып күлмеуші еді. Ешкіммен сөйлеспей, сөйлеген кісінің сөзін ұқпай, я естімей бір түрлі дивана кісідей болып жүрді. Жұман ерегісіп бұрынғыларын алдына келтіремін дегенсіп, не сөйлесе де ұрсып, боқтап, бағзы уақытта түртіп, түйіп қалып қорлап жүрді. Байжан мен қатыны Жамалды шыны қыласымен жақсы көрмей, баласына ақыл айтып, көп тоқтатпаушы да еді. Жамалдың үстіндегі киімі бек нашар болып, бағзы уақытта көздерінің алды көгеріп те қалып жүргенде, Жамал бейшара кісі көзіне көрінгенге жерге кіріп кете жаздаушы еді. Соңғы күндерде Жұманға ақыл айтушылар да болып, һәм Байжанның өзді, енді балам жетер, қашқан жауға қатын ер деп, көп қоқақтай берме десе де құлағына кірмеді. Жамалға жанашып, көріне болсатын кісі болмай, жалғыз қолынан келгені оңашада зарланып жылау ғана еді. Осылай қыстың 1-2 айы өтті. Жамалдың көрген қорлық кемшілігін мұсылман баласына бермесін деп айтарлыққа лайық болып, тұрса аяққа, отырса бас құратын болды. Нендей ұрып соғып қинаса да, Жамал бір сөз қарсы айтып көрген жоқ еді. Бір күні Жұман тағы бір себепсіз боқтаған соң, Жамал шыдай алмай, мен өлтіретін болсаң, бір жола өлтір. Әйтпесе, өзі күйіп жүрген жанымды күйдірме. Жұман мұна сөзді ести салып, сенің сүйіп болған байыңның күйігі басылмай жүр екен ғой. Мен сенің күйігіңді басайын деп, сол жерде тұра салып кеудеге тепкілеп, Жамалды талдырып тастады. Бұлардың үстіне Жұманның шешесі келіп айырып алып, Жұманға ұрсып, енді сен кісі өлтіремісің? Деп үйден шығарып жіберді. Жамал бір сағаттан кейін есін жиған соң, ақырға ақылын жиып, мен бүйтіп жүріп тіршілік қыла алмайды екенмін. Мұнанда бұл иттің қолынан өлгенше басқа жаққа кетіп өлейін, деп ойлады. Жамалдың бармақшы болып ойлағаны қаладағы Фатихолла бай еді. Әйтеуір онда жетсем, біреудің самауырын қайнатып, қызметін қылсам да қор болып, халық көзіне көрінбес едім, деп осылай ойлап жүргенде, күн де батып, түн де болып, елді жатты. Жамалдың бұл ойлағанына қарай осы түні Байжанның ерттеулі аты таң асып тұрған еді. Жылырақ киім киініп, ептеп шығып Жамал әлгі атқа мініп, үлкен жолмен құтқардың ба құдай деп жөнелді. Жамалдың ісі әуелде теріске басып келе жатқанмен, бұл сапарда істің сәті болмайтұғын белгісі көріне бастады. Жамал шыққан уақытта азырақ жаяу бұрасым бар еді. Жамал 20 шақырым шыққан уақытта боран көтеріліп, жол көрінбей қалды. Бара-бара боран әбден күшейіп, алды-артын орап алды. Қорқыныштың не екенін, һәм жан тән рахатын ұмытқан Жамалдың ойында ғали ғана болып келе жатқан уақытта аты бір жерге келіп тұрып қалды. Сол уақытта ғана байқаса, ат әлде қашан жолдан шығып кетіп, бір қалың омбы қарға тоқтаған екен. Атты кейін бұрайын десе, екі қолы қатып қалып, тізгінді ұстауға келмей тоңып, һәм күллі денесінің қалтырағанын сезді. Жамал бар күшін жинап алып атын бұрып жүрген болып еді, еш нәрсе көрінбей, жол табылмайтын болды. Осылай, адасып түн ортасына шейін жүріп, өзі әбден жаурап, не болғанын білмеске айналды. Тым болмаса аттан түсіп, жаяу жүрсем жылынар мекенмін деп, түсіп жүріп көріп еді. Қалың қарға жығылып тұрып, жүре алмай, бір жерге келіп, бір жола құлады. Күндізінде мініліп жүріп, түнде һәм болдырған ат, Жамалдың қасынан ұзамай тұрып қалды. Жамал да жан ұшырып тұла бойы қызып бара жатқан секілді болып, үстіндегі киімдерін әр жерге шешіп лақтырып, бар даусымен Ғали, қиналды жаным, қайдасың?
деп. Ақырғы тіршілігінің минуты осы болып, бір ояздай елге әңгіме болған сұлу Жамал мақсатына жете алмай, жапан далада декабрьдің рақымсыз боранды түнінде жан тәсілім қылды. Боран Жамал үшін ғана болғандай таңертең ашылып, Жамал бейшарада жолдан жарты шақырым ғана жатыр еді. Сәске кезінде қаладан келе жатқан 5-6 жолаушы әлгі жерге жақындағанда жол үстінде қалтайып тұрған бір ертеулі атты көріп, бұрылып келіп шүбәланып, мұның иесі қайда екен деп жан-жаққа аттың ізімен жүріп іздегенде, Жамалдың үстінен түсті. Көрсе бір әйел адам, қасында шашылып жатқан киім. Сол жерде жолдастарының бірін жақын жердегі ауылға шаптырып, өздері күтіп тұрды. Бұлар қарап тұрмай, бұл кім екен, не қылған адам екен деп тани алмай тұрғанда біреуі, мұның қалтасында не бар екен деп шапанының қалтасына қол салғанда, қарындашпен жазылған бір қағаз шықты. Оқып көрсе, бұл Байжанның келіні Жамал екен. Бұл қағазға Ғалиді жоқтап, һәм басына келген зарын жазған екен. Елден кісі келіп Жамалды Байжандарға апарып берген соң, ертеңіне бауыры суық қара жерге тапсырды. Манағы Жамалдың қалтасынан шыққан қағазды жолаушылар өздері оқып, һәм солай деп мәнісін айтып, елдеріне таратқан еді. Сондағы Жамалдың Байжанның үйінде жазып жүрген зары мынау екен. Қыздың құны 5 байтал. Сатылып кетті базарға. Басымнан кешкен уақиға емес пе лайық жазарға. Жана шыған шағбазлар ала жүрсін назарға. Рақимлы пенде ғаріпке нақақтан ор қазармы? Мехрибанлы атамыз қарамай берді ажарға. Теңіне барған қыз болса, мендей жүдеп азарма? Көрмеді Алла лайық Ғалисынды сабазға. Көрген түсте күн өтті. Болған соң солай әзәлді, қуанышыңды көрсет, тартқызған қайғы жазаңды. Қараңғыда қалдым мен, шамшырақ сөнген заманда, Ғалидан қалып, не болдым? Жетпеді менің қазамды. Ішіме түсті ыстық тер, қайнаған судай қазанда, бұзылды күлкі, түнгі ұйқы. Тілеймін хақта азанда, мақшар күні болғанда, қосуға Алла жазармы? Арасында екі өттің, мені Алла қор еттің. Ғариптің көңілін мұңайтып, дұшпанды шадлы зор еттің. Алтын гауһар асылды жерге көміп жоқ еттің. Аспахани қылышты жасытып пәлши бор еттің. Жамал қыздың дауы деп, саумал көл басын топ еттің. Рахматың мол құдайым, масқарамынша не кеттің. Тотығыс едім бақшада, қара құсқа жем еттің. Хан қызындай басымды бір жаманға тең еттің. Ботасыз нардай боздатып мінекей мені еңреттің. Қахарыңды жіберіп, тең құрбымнан кем еттің. Мұндай зарлы қылғандай, мен бейшара не еттім? Жыладым зарлап, Ғали жоқ, ісіне көндім құдірет.